Балалар, бүгін біз өте қызықты тақырыппен танысамыз. Кристалл және кристалл емес заттар. Көріп тұрғандарыңдай, тақтада екі түрлі құрылым сызылған. Мына жақта кристалл заттардың құрылымы. Мұнда бөлшектер белгілі бір тәртіппен, жүйелі түрде орналасқан, яғни әрбір атом, ион немесе молекула өз орнында тор түзеді. Мысалы, тұз, мыс, алмас, кварц сияқты заттар кристалл заттарға жатады. Олардың пішіні дұрыс, қырлары айқын, және балқу температурасы тұрақты болады. Ал енді мына суретке қараңдар. Бұл кристалл емес заттардың құрылымы. Мұнда бөлшектер ретсіз, бей-берекет орналасқан. Мұндай заттарда ұзақ қашықтықтағы тәртіп болмайды. Мысалы, шыны, каучук, шайыр сияқты заттар кристалл емес немесе ампыл заттар. Олар біртіндеп жұмсарып балқиды, белгілі бір балқу температурасы болмайды. Міне, менің қолымдағы бірінші үлгі кристалл зат. Көрдіңдер ме, оның беті тегіс, жылтыр және пішіні анық, ал мына екінші үлгі кристалл емес зат. Ол мөлдір, бірақ пішіні дұрыс емес, және жарықты әр түрлі сындырады, яғни, айырмашылығын қорытындылайық. Кристалл заттарда бөлшектер белгілі тәртіппен орналасқан. Балқу температурасы айқын. Кристалл емес заттарда бөлшектер ретсіз орналасқан, балқу температурасы біртіндеп өзгереді. Заттың ішкі құрылымын білу, оның қасиеттерін түсінуге көмектеседі. Сондықтан табиғаттағы және техникадағы материалдардың мінезін, олардың молекулалық құрылымына қарап түсіндіреміз.